Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі құт мекеннің қыраны тақырыбындағы мұражай сағатына қош келдіңіздер. Бұл мұражай 2017 жылы Кеңес одағы кезінде ауылымызды өркендетуге зор еңбек сіңген қоғам қайраткері, дала академигі, өз ісінің профессоры, мал шаруашылығының шебері, социалистік еңбек ері, бір аймаққа ғана емес, бүкіл одақтың мақтанышына айналған, өз еңбегімен аты шыққан Әбдік Сағынтаевтың құрметіне ашылған. Мектебімізде Әбдік Сағынтаевтың 100 жылдығына орай түрлі іс-шаралар өтуде. Бүгінгі сабағымызда Әбдік Сағынтаевтың еңбек жолы мен өмір жолына арналмақ. Ендеше балалар, мен сіздерді мұражаймен таныстырып өтейін. Балалар, бұл жерде Әбдік Сағынтаевтың өмір баяны мен еңбек жолдары, Әбдік Сағынтаевтың портреті, Әбдік Сағынтаевтың еңбек жолында жеткен жетістіктері, марапаттары, сол кезеңде совхоздың еңбекте жеткен жетістік туы, Әбдік Сағынтаевтың өзінің киген пальтосы, ұстаған портфелі, отырған жұмыс үстелі, хатшысының машинкасы, өзінің есеп шоты қойылған. Мына жерде оқушылардың Әбдік Сағынтаевқа арналған шығармашылық жұмыстары, естелері. Мына жерде Әбдік Сағынтаевтың сол кезде совхоздың атағын, даңқын одақ көлемінде танытқан, шетелге танытқан, кезінде Сириядан Лондондағы жәрмеңкеде алтынға бағаланған ел тірі. Сол кезеңдерде қолданыста болған қазақтың қасиетті Құран биері, шопандардың қолданысында болған майшам, шоқ түктің үлгісі. Мына жерде оқушылардың Әбдік Сағынтаевқа арнаған арнау өлеңдері, Әбдік Сағынтаевтың портреттері, мына жерде Әбдік Сағынтаевқа арналған кітаптар, естеліктер, жинақталған деректі фильмдер, таспалары, Бірлік түбі береке атты кітабы. Мына жерде Әбдік Сағынтаевтың еңбеккерлермен түскен суреттері, сол кездегі совхоздың жеткен жетістіктерінің көрсеткіштері қойылған. Ал мына жерде балалар белгілі халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің салған суреті. Бұл жерде Әбдік Сағынтаевтың өзі және Қос Ленин орденді Шопан Ыбырайымов Оразбай аталары. Мына жерде Әбдік Сағынтаевтың еңбек жолындағы, өмір жолындағы фотосуреттер жинақталған. 28 жасында социалистік еңбек ері атанып, 36 жасында совхоз директоры болып, сол орында 28 жыл бойы үздіксіз қызмет атқарған. 45 жасында КСРО жоғарғы кеңесінің депутаты болған Әбдік Сағынтаевтың еңбегін аңыз қылып айтуға тұрарлық. Таусылмас тарих деп айтсақ та артық емес. Ендеше балалар, Әбдік Сағынтаевтың өмірі жайлы 1980 жылы Қазақфильм киностудиясы түсірген деректі фильмге назар аударайық. Ізгілік тұнған әредің, ырысты туған ол еді, көк тәңір берген тілегін, көгорай еттің құмелін, көгорай еттің құмелін, тарихтан тапқан жарасын, тамыры терең дарасын, толқыннан толқын туама, жалғасып алғағасын, жалғасып алғағасын.
Елдің бақ болған тағдырына Әбдір аға, жалауың жарлыға да, алауың арлыға да, қақ жардың қара қылды. Өйтпесең қараша жұрт нар қылама, ақындар ән қылама. Әбдір аға, Әбдір аға. Ердің де ерен көресең, белдің де берен белесең. Қасқайып тұрар халық үшін, қайыспас шөлдің кемесен, қайыспас шөлдің кемесен. Ұлағатыңмен санастым, ұрпағыңменен арастым. Ұланда ғайыр бір өлке, ұраны болдың таластың, ұраны болдың таластың. Елдің бақ болған тағдырына Әбдір аға, жалауың жарлыға да, алауың арлыға да, қақ жардың қара қылды. Өйтпесең қараша жұрт нар қылама, ақындар ән қылама. Әбдір аға, Әбдір аға. Әбдір Сағынтаевтың өмір жолы мен еңбек жолына шолу жасап өтейік. Әбдір Сағынтаев 1921 жылы 7 желтоқсанда Үшарал ауылының Қайын елді мекенінде Сағынтай баба мен Теңгекүл ананың шаңырағында дүниеге келген. Жастайынан зерек болып өсті. 1939 жылы ауылдағы 7 жылдық мектепті бітіріп, әкесі Сағынтайға көмекші шопан болудан бастайды. 1941-43 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысып, Мәскеуді қорғауда үлкен ерліктер көрсетеді. 1943 жылы оң қолынан жараланып, елге оралады. Майданда көрсеткен ерліктері үшін Қызыл жұлдыз, 1-2 дәрежелі Ұлы Отан соғысы ордендерімен марапатталған. Еліне оралған Әбдір Сағынтаев 1943-57 жылдары Талас Қаракөл қой саққозында ферма зоотехнигі меңгеруші болып қызмет істейді. Ол басқарған ферма әр 116-тан 113-тен төл алады. Қаракөл ел тірісінің 85% бірінші сортқа жетті. Жемісті еңбегі үшін оған 1949 жылы 28 жасында социалистік еңбек ері атағы беріледі. 1957 жылы 36 жасында Талас Қаракөл қой саққозының директоры болып тағайындалды. Дала табиғаты мен мал өсірудің қыр-сырын 5 саусағындай білетін Әбдір Сағынтаев шаруашылықты 28 жыл бойы абыроймен басқарды. Осы еңбек жылдарында ауылды көркейтуде орасан зор еңбек сіңірді. Қаракөксі Қаракөл ел тірісін өндіруде мал зауытының атағы асқақтады. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білген. Еліміз майталмандардың одақтығы мен марапаттарға ие болды. Әбдір Сағынтаев басқарған кезде 140-тан астам еңбеккері мемлекеттің жоғары наградаларына ие болды. Еліміздің ғалымдарымен ғылыми жұмыс жасап, Қаракөлдің аспан түстес түрін өндіріп шығаруға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығына ұсынылды. Ел түрлері Лондон қаласында өткен жәрмеңкеде алтынға бағаланды. 1962 жылы КПСС 23 съезінің делегаты, КПСС орталық комитеттің мүшесі болды. 1961 жылы Қазақ КСРО жоғарғы кеңесінің жарлығымен Қазақ СССР-ның социалистік мал шаруашылығына еңбек сіңірген шебері құрметті атағы берілді. Бұл оның еңбек жетістігі ғана емес,
еңбекті ұйымдастырудағы шеберлігіне берілген баға болса керек. Сонымен бірге ол мемлекеттің 7 орденіне, 13 медаліне ие болған. 65 жыл өмірінде еңбектің үлгісін көрсете білген марқұм Әбдір атаның елеулі еңбектері ескеріліп, 2000 жылы 30 тамызда Үшарал орта мектебіне Әбдір Сағынтаев есімін берді. 2003 жылы Тараз қаласының бір көшесіне Әбдір Сағынтаев есімі берілді. Сонымен қатар «Глубокий след», «Три цвета пустыни» атты деректі фильмдер жарық көрді. 1980 жылы Әбдір Сағынтаевтың өзінің «Бірлік туы береке» атты кітабы жарық көрді. Ауыл азаматтары естеліктерінен жинақталған «Жүректе жанған жұлдызы», Әбдір Сағынтаев атты естелік кітаптар жарық көрді. Балалар Талас өңірін ақындар елі, еңбекшілер елі дейді. Біздің ауылымыздан 13 социалистік еңбекері, Талас өңірінен 61 социалистік еңбекер шыққан. Оларды өзіміздің ауылымыздан шыққан ақындарымыз жырларына арқау еткен. Ендеше сол жырларға кезек берейік. Сағынтайдың Әбдірі, Әбдірахман Асылбек. Жағасында Таластың туып өскен, толқынына өстінің жуық баласы, арман қуып халқына жуық өскен. Сағынтайдың Әбдірі сол еді ғой, таланты мен талабы зор еді ғой. Өсе келе 30 жыл ел басқарып, туған елін байлыққа бөледі ғой. Туған елдің байлығы шалқысын деп, көк байрағы көкінде қалқысын деп. Үшаралдың атағын асқақтатты, бар еңбегім халқымның даңқышын деп. Өзіне тән өр мінез өрегімен, еңбек ері атанды еңбегімен. Жақсылық Әбдірдің жасар мәңгі, сөнбес күндей көрініп ел төгінен. Сағынтайдың Әбдірін туған елі мақтайды, арна оған ән жырын мәңгесінде сақтайды. Күләш Ахметова, Туған. Тұғырын төмен теппей төр жақтың да, қамын жеп қабырғалы ел жақтың да. Мезгілдің шөлшемін тең ұстайды, ұста тіл, ұстам дақыл бекзаттылығы. Халқының түп тарихын ұмытпайтын, алтынын алдыменен сұрыптайтын. Жігіттің бір сипаты білімпаздық, төңірегі төбегі ұстап ұлықтайтын. Жолына әділеттің көп қадалдық, біз қашан бірлікпеден мақтан алдық. Тұтқиыл тұрлаусызсан сауалдарға, мәңгілік мықты жауап тек тадалдық. Жұлдыз Бесек, Алла сүйген ардақты ұл. Ғасырда бір туған ардазамат, ғұмырнама, ғибратты ғажабақ. Хан үйіне айналдырған ауылды, хикмет қып талай ұрпақ жазадақ. Ауылдасқа артық айты демеңдер, ел ішінде ерек болып елеңдер. Күн отырмай, түн ұйықтамай қызмет қып, ел сүйдің үлгіседі кемеңдер. Шөл, қом елін шырай етті бабамыз, төрт түлікті түмен етті санаңыз. Көк майсалы көктем болды Үшарал, жеміс толып, жұпар шашты даламыз. Гүлге айналды құмдатырап шөлдері, егіс туып төрт түліктің төлдері. Аққа тойып ауылдағы ағайын, таласман, жұмақ болды жердегі. Жарыс атын құспен ұшақ самғап бір, күн нұрынан сүт ағатын аймақ бұл. Үшаралды алтылашқа танытқан Әбдір ата Алла сүйген ардақтыл. Нұрын шашып ерекше атты там бүгін, мұнында бір себебі шымбар күні. Туған күні Сағынтаев Әбдірдің ұлағатты ұлы қазақ халқының. Балалар, өзіміздің мектебімізде шығармашылықпен айналысып жүрген оқушылар да бар. Ендеше сол оқушыларға кезек берейік. Әбдір атаға тағзым. Әбдір Сағынтаев анау. Бұл ауылдан шықты талай мықтылар, тірлігімен тіршілікті ұқтырар. Елі үшін еңбек еткен аянбай, Әбдір ата секілді көп мықтылар. Социалистік еңбек ері атанып, туған елден ризашылық баталып, біз оқитын мына білім ордасы құрметпенен қойылған ғой аталып. Сағынтаев Әбдір орта мектебі, талай жастар білім алып көктеді, үлгі алып үлкендерден әрқашан із қалдырмай бұл өмірден өтпеді. Өлеңімді аяқтаймын осымен, еріп келем үлкендердің көшімен. Әбдір ата үлгі болды жастарға, елге еткен еңбегімен ісімен.
Ышарал ауылының тарихын, оның дамуына үлес қосқан тұлға жайлы зерттеу, оны жастарға, халыққа таныстыру мақсатында социалистік еңбек ері Әбдір Сағынтаевтың 100 жылдығына орай Құт мекеннің қыраны тақырыбында ғылыми жоба жазып қорғаған болатынмын. Бұл ғылыми жобаны жазуды қолға ала отырып, қазақ елінің басынан қиын-қыстау сәт туғанда еліне қорған бола білген, ел үшін аянбай еңбек еткен Әбдір Сағынтаевтың өмірін, еңбек жолын зерттедім. Ауылына ұлылықтың алып бағыт тербейтін терең тартып шабыттанып, тура сөз түзу тілеген жілеген, ержүрек, ерен тұлға, қалыпқа ғұт деп Күләш Ахметова апамыз жырлағандай, Талас өңірінің төменгі сағасында туып өскен Әбдір Сағынтаев бір ғана Талас өңірінің ғана емес, бүкіл Қазақстанның даңқын асырған азамат. Ғажап менің кеудемдегі суретің, мәңгі биік саған деген құрметім. Күллі әлемге енді сенің атыңды таныстыру менің үлкен міндетім. Балалар, ер дәулеті еңбек дейді халық даналығында. Адам мәңгі жасамайды, мәңгі жасайтын оның еңбегі дейді тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Адамды адам еткен еңбек десек, оның еңбегі әрине ұлықталуы тиіс. 65 жасында бүкіл ғұмырын еңбек жолына арнаған, елімізді өркендетуге арнаған Әбдір Сағынтаевтың өмір жолы, еңбек жолы біз үшін үлгі. Оны насихаттау біздің міндетіміз. Ендеше сабағымызды Наша Қашағановтың сөзіне жазылған Қуандық Кенжебаевтың Таласым әнімен аяқтаймыз. Тамаша неткен таласым менің, мақтамас күндер даласын жерін, тірліктің сырын түсінген сайын, киелі болып барасың елім. Қасиетіңнен айналайын қайран ауылым, сенің арқан сайрандауым жайрандауым. Қасиетіңнен айналайын қайран ауылым, сенің арқан сайрандауым жайрандауым. Өсірген малын, баптаған жерін, қонаққа алғый, сақтаған төрін, ауданның арай, намысы болған, 61 бірдей мақтаған елім. Қасиетіңнен айналайын қайран ауылым, сенің арқан сайрандауым жайрандауым. Қасиетіңнен айналайын қайран ауылым, сенің арқан сайрандауым жайрандауым. Шәкірт талым, кең биік талым, біреуі әкем, ал бірі анам. Қаншама қиын болғанмен заман, таласым мәңгі боласың аман. Қасиетіңнен айналайын қайран ауылым, сенің арқан сайрандауым жайрандауым. Қасиетіңнен айналайын қайран ауылым, сенің арқан сайрандауым жайрандауым. Қасиетіңнен айналайын қайран ауылым, сенің арқан сайрандауым жайрандауым. Қасиетіңнен айналайын қайран ауылым, сенің арқан сайрандауым жайрандауым.